Сәлем, құрметті достар. Сіздермен бүгін 2 сыныптың математика сабағының 45-ші сабағын бастаймыз. Жай есептерді құрама есепке айналдыру. Бірінші есеп жай есепті сызба түрінде модельде және шығар. Мектептің бірінші қабатында 20, ал екіншісінде одан жетеуі кем сынып бөлмесі бар. Екінші қабатта неше сынып бөлмесі бар. Енді бірінші сыныпты, яғни бірінші қабатты біз мынандай бір ұзын деп сызып көрейік. Міне мысалға, мына жерде 20 бөлме бар. Енді осылай сызып көрейік. Міне 20 бөлмені сыздым, ал екінші қабатта жетеуі кем дейді. Енді мен ертең жетеуін кемітіп тастаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетеуі кем, яғни мен ертең бастау керекпін. Міне. Осы жерден бастап, бұл бізде екінші қабаттың бөлмелер саны. Дәл осымен бірде қылып сызып шығамын. Бұл бізде екінші қабаттікі. Енді бізге екінші қабатта неше сынып бөлмесі бар. Мына жерде 20 екендігін білеміз, бірақ екіншісінің қанша бөлме екендігін білмейміз. Соны біз табу керекпіз. Шешуі 20-дан 7 бөлмені алып тастай саламын. Сонда баған түрде шығарайық. 20-дан 7 алатын едіге қарсы сұраймын ғой. 2-ден қарсы сұраймын. 10-нан 7 аламын. 3. Бір қалды, 10 түсіреміз. Сонда 13. Жауабы екінші қабатта 13 сынып бөлмесі бар. Келесі екінші есеп, екі амалмен шығатындай етіп, бірінші тапсырмадағы жай есептің сұрағын өзгертуге болады. Сонда мынадай құрама есеп шығады. Мектептің бірінші қабатында 20, ал екіншісінде одан жетеуі кем сынып бөлмесі бар. Мектепте барлығы неше сынып бөлмесі бар. Енді бұл есепті бізге сызбасын дайын қылып беріп қойған. Біз тек қана шешуін табамыз. Бірінші берілген жазайық. Бірінші қабатта 20 бөлме. Ал екінші қабатта жетеуі кем, яғни бірінші қабатқа қарағанда жетеуі кем бөлме бар. Сұрақ қоямызда жетеуі кем дейміз. Сонда бізде сұрайды. Мектепте барлығы неше сынып бөлмесі бар? Шешуі. Бірінші 20-дан 7-ні алып тастаймыз. Сол кезде екінші қабаттықын біз жаңа анықтаған едіге 13 болды сол кезде. Бұл екінші қабат. Енді мен барлығының санын анықтау үшін 13 пен 20-ны қосу керекпін. 20 деген бұл бізде бірінші қабаттың бөлмелерінің саны. Сонда менде барлығы 33 бөлме саны шығады. Жауабы 33. Бөлме. Енді мына өрнекті біз толтырайық. Мына өрнек нені білдіреді? Бұл жерде 20-дан 7-ні алатын болсам, бұл екінші қабатты білдірді бізде. Яғни ол кезде қанша шықты? 13 шықты. Ал мына жерде 20-дан 7-ні алдық. Және оған 20-ны қостым. Бұл барлығы.
Келесі үшінші есеп, есепті шығар. Мектепке 26 принтер және одан 5-еуі артық компьютер сатып алынды. Мектепке барлығы неше техникалық құрылғы сатып алынды. Осы құрама есептің кесте түріндегі моделін онымен қоса мына жердегі тор көзді толтыру керекпіз. Бірінші принтер 26, компьютер 5-еуі артық. Яғни принтерға қарағанда 5-еуі артық. Бізге айтады барлығын табу керек. Шешуі. Бірінші мен 26-ға 5-ті қосып алам. Сол кезде компьютердің саны шығады. Одан кейін оған принтердің санын қосамын. Сонда 26-ға 5-ті қоссам, бізде 31 деген компьютердің саны шықты. Оған мен принтердің санын қосамын. Сол кезде барлық техниканың саны шығады. 57. Жауабы 57 техника. Техникалық құрылғы. Енді мына жердегі кестені толтыру керекпіз. Принтердің саны 26 болып тұр. Компьютердің саны 5-еуі артық делінген. Яғни біз 26-ға 5-ті қосу керек едік. Сол кезде міне 31 шықты. 31. Одан кейін барлық құрылғы санын толтырамыз. Барлық құрылғы бұл жерде бізде 57 болды. Сұрақ белгісінің орнына мен былай өшіріп тастаймын да кестені. Сол жерді толтырып жазамын. Мына жерде 31 болды. Яғни 26-ға қосамын 5-ті тең 31. Барлық құрылғы саны 26-ға 31-ді қостым. Сонда 57. Енді мына жердегі тор көзді толтыру керекпіз. Дәл мен шығарғандай 26-ға 5-ті қостық және оған 26-ны қостық. Сол кезде 57 шықты. Келесі төртінші есеп. Мектеп ауласында 35 терек және одан 16-сы кем шырша ағаштары өсіп тұр. Мектеп ауласында барлығы неше ағаш өсіп тұр? Терек 35. Ал шырша 16-сы кем. Яғни терекке қарағанда 16-сы кем. Барлығын табу керек. Шешуі. Бұл жерде теректің саны 35 болып тұр. Енді шыршаны табу керекпіз. Шыршаны табу үшін айтып тұр, 35-тен 16-сы кем дейді. Сонда 16-ны алып тастаймын. Сол кезде 35 қосылған 35-тен 16-ны алатын болсам 19 болады. Сонда тең 54 болады. Жауабы. Мектеп ауласында барлығы 54 ағаш өсіп тұр. Келесі 5-ші есеп. Өрнектерді түрліше оқы және мәндерін тап. Бұл жерде 3 түрлі өрнек берген. Үшеуін шығарайық. 54-тен аламыз 27-ні. Қосылған 12. Амалдар бойынша шығарамыз. Бірінші амал 54-тен 27-ні аламыз. Сонда 27 болады. Екінші амал 27-ге 12-ні қосамыз. Сол кезде 39 болады. Тең сонда 39. Келесі 37-ге қосамын 26-ны алып 14-ті. Сол кезде не шығады? Бірінші амал
26-дан 14-ті аламын. Сонда 12. Екінші амал 37-ге қосамын 12-ні. Сонда 49. Екінші есебіміз 49. Енді үшіншісі 62-ден аламын 34-ге қосамын 18-ді. Сонда бірінші амал 34-ге 18-ді қосамын. 52. Екінші амал 62-ден аламын 52-ні. 10 болады. Енді есебі. Амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құр, олардың мәнін тап. Мына жерде үлгі берілген бізге. Бірінші амал ол міндетті түрде шақшаның іші, яғни бірінші орындалатын амал болу керек. Одан кейін екінші амал болып кете береді. Сонда рет-ретімен орындалуы керек деген сөз. Енді 40-қа 38-ді қосқан, мына жерде мен мынау А есебі болды. Енді Ә есебін шығарамыз. Біріншісі енді А есебі тұр бұл жерде. 40-қа қосамын 38-ді, одан алып тастаймын 18-ді. Сонда бірінші амал бізде 40-қа 38-ді қосқан болып тұрмыз. Сонда тең 78 болады. Екінші амал 78-ден 18-ді алып тастаған болып тұрмыз. Сонда 60 болады. 60. Енді бізге Ә есебін шығару керекпіз. Бұл жерде бірінші амал беріліп тұр. 92-ден 22-ні алып тастаған. Сонда 70 болған. Одан кейін екінші амал 70 қараңыздар, екінші тұр. Сонда мен 19-ды мына жерге бірінші жазам. 19 қосылған деймінде, себебі ортада плюс тұр. Одан кейін 70-тің мәні 92-ден 22-ні аламын. Сонда не шықты? Мына жерде бізде сонда 19-ға қосамын 70-ті, тең 89 болады. 89. Енді бізде Б есебін шығару керекпіз. Б есебінде мына жерде бірінші амалын орындайық. 36-ға 15-ті қосқан. Сонда 51. Енді 51-ді бізде астында бірінші жазған. Сонда 36 қосылған 15-ті бірінші жазамын. Сонда мына жерде 51 болып тұр ғой. Одан 14 аламын. Сонда аламын 14-ті, тең 37 болады. Мына жерде де 37 болады. Келесі 6-шы есеп амалдарды орында. 1 метрден аламыз 3 дециметр 5 сантиметрді. Сонда бұл бізде 1 метрден аламыз 3 дециметр 5 сантиметрді. Бұл дегеніміз 1 метр дегеніміз ол 100 сантиметрді білдіреді. Ал мен одан 3 дециметр 5 сантиметрді алу керекпін. Ол менде 35 сантиметрді білдіреді. Бұл тең 65 сантиметр болады. Сонда мына жерде торкөзге мен 65 деп жазам. Ал 65 сантиметр дегеніміз 6 дециметр 5 сантиметрді білдіреді. Сонда 6, 5 деп жазылады. Енді келесісі 73 килограмм қосылған 27 килограмм. Тең 73-ке 27 килограммды қоссам 100 килограмм болады. Мына жерде сонда 100 болады. Ал бұл бізде 1 центнерді білдіреді. Сонда 1 центнер деп қоямыз. Келесі 62 центнер аламыз. 36 центнерген аламын 23 центнерді. Сонда не болады? 62 центнер тұра берсін. Одан аламын. 36-тан 23 центнерді алсам 13 центнер болады. Сонда тең 49 центнер. 49 центнер. Келесі 7-ші есеп құрама есепті шығар. Музыка кабинетінде 21 домбыра және одан 14 кем қобыз бар. Музыка кабинетінде барлығы неше аспап бар? Домбыра 21. Ал қобыз 14 кем.
яғни домбыраға қарағанда қобыздың саны аз болып тұр, иә? 14-і кем. Енді бізге сұрақ, барлығы неше аспап? Шешуі. Жиырма бірге қосамын. Бұл жерде бірінші 21-ден 14 алсам, қобыздың саны шығады, оған домбыраның санын қосамын. Сонда 21 бізде домбыраның саны, ал 7 бұл қобыздың саны. 21-ге 7-ні қоссам, 28. Бұл барлық аспаптың саны. Жауабы барлығы 28 аспап. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі менің сабағымды көру үшін каналға тіркеліңіздер. Сау саламатта болыңыздар.